Сәлем. Мен қазір ғана сабағымнан келдім үйге. Мен ой мынандай келді де, қалай мен осылай өз өмірімді өзгерттім, қалай мен басқа қалаларға көшіп жүрмін, қалай мен өзімнің үйреншікті профессиямнан кетіп басқа өмір бастадым. Не оның ішімде мені соны итермеледі, я мен мысалы ішімдегі мен жаным дейін ба, мен душам дейін ба, сол әрқашан өзгерісті қалап тұрды. Өйткені мен үшін бір жерде тұру, бір жерде оқу, бір жерде жұмыс жасау өте бір скучно болды. Білмеймін, енді мен әр адамның өз біледі ғой, кому-то, наверное, комфортно, да, в одном месте работать, одно и то же делать каждый день, да. Это вам классно. Но для меня то, чтобы вот это вот внутри что-то изменилось, надо что-то новое делать. Потому что то, что мы живем в одном месте, то, что мы проживаем в одном городе, людям видим одни и те же лица, не меняет наш мозг, не меняет наши нейронные связи. Обновления в вашей жизни не будет, девочки, это научно доказано. Из-за этого маржан, қалай сен көшіп жүрсің, қалай сен профессияны ауыстыра саласың. Ну, девочки, знаете, у меня нету ограничений в жизни. Мен өзіме бір шектеу қоймаймын бұл өмірде. Мен мысалы 2 жылдан кейін не болатынын білмеймін, 3 жылдан кейін не болатынын білмеймін. Бірақ дәл қазір мен не қалайтынымды, не істеп жүргенімді нақты білемін. Мен өзімнің денсаулығым үшін, өзімнің жан қалауым үшін осы йогаға келдім. Өйткені маған йогамен айналысқан өте қатты ұнайды. Мен йогаға келердің алдында 5 жыл бойы өзім дайындауға айналысқанмын. Мен 3 жыл бойы залға бардым Алматыда жүрген кезде, сосын 2 жыл өзім үйде айналысып жүрдім. Аптасына 3 рет, 2 рет болсын, я. Сол себептен де йогаға келген себебім сол шығар, өйткені мен жеке адамдармен жұмыс жасайтынмын. Ал қазір мен жеке топпен жұмыс жасаймын. И сол маған өте қатты ұнайды. Сол үшін де ешқашан өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертуді қорықпаңыздар. Бәрі өзіміздің қолымызда. Мынау мидағы шектеуді аламыз, қыздар. Өйткені шектеу деген өте көп екен көп адамдарда. Өйткені қорқады жаңа нәрсеге баруға, жаңа бір нәрсені бастауға. Қорқақтық негізінен ол страх деген ол негізінен шайтаннан дейді ғой. То, что страхты жүрегіміздегі аламыз, психологқа барамыз, психотерапевтке барамыз, энерготерапияға жазыламыз. В общем, қыздар, өзімізбен айналысамыз.